Қайырлы таң, қалайсыздар? Ауа райы керемет болып тұр. Біз сол үйдеміз. Бүгін таңертеңгі прогулкаға шығым жоқпыз, может, тамақ соғаннан кейін шығамыз. Как всегда, ойыншықтардың бәрі шашылып жатыр. Балам, теспесін тапқа. Папаның блокноттары кітаптары бол, балам. Столды кеше залға көшіріп қойған болатынбыз. Қазір телевизор қойып. Таңғы ас ішейін деп жатырмын. Менде кешегі нан, ұнсыз деген который. Потом қазір шай сүтпен. Может, қаймақ жеймін. Но не знаю. Әлі ашқан жоқпын. Я, қыздар, мен әзірше ораза емеспін. Бірақ Алла қаласа, ертеңнен бастап жолдасым қатарына қосылып ораза ұстаймын. Білесіздер ғой, әйелдерге период болады, ораза ұстамайтын. Қоз ұйқысынан тұрды, бесікке жатып. Я? Қоз ұйқысынан тұрды ма? Камераға тікелей қарайды ғой, камераны жақсы көреді. Қоз екеуміз далаға барамыз. Я, құлыншақ? Мамасының құлыншағы. Тұрған екен, тұра ғой. Тұра ғой. Кейгеден сен қауыл деген. Эй. Өзім түсірем дейді ғой. Айда. Өзін-өзі түсіреді осылай. Мама дұрыс түсірмей жатыр ма екен? Осылай түсіру керек пе? Осылай түсіру керек пе? Қайырлы күн. Біз Омар екеуміз далаға прогулкаға шықтық, я балам? Омар мәз болып жатыр. Қуанып жатыр далаға шыққанына. Я, қосеқан. Біз Омар екеуміз далаға прогулкаға шықтық. Далаға кішкене кетіп кетайық деп. Біз что-то қалың киініп алған сияқтымыз, елдің бәрі футболка киіп ыстық екен ғой қазір. Зато Омар мәз. Самокат іліп жатыр ма? Үнемі терезеден көретін мынау речка осы. Мен еще осы бізге жақын, біздің үйден дома көрінетін подружкам бар. Подружкамен кездесеміз қазір. Жолда елдің бәрі далада, мен даже нені кожаный кончись писать, из-за того, что ыстық прям. Елдің бәрі футболкамен далада. Прям ауа райы вообще күшті негізі ше. Қайсың? Шүкір, жақсы. Вот, пузатик, скоро рожайте. За что? За что айтать? Міне супер келіншек Құралай ханым құрбыммен кездесіп жатырмыз. Қазір бірге текеметке барамыз. Қазір 11 май. Омарчик, привет, қалайсың? Кім мынау деп қарап тұр ғой, түрін қараш. Поляпанчик, ұйшқапты өзі, изи ана. Так соскучились по тебе. Екең по цвету күшті болып тұрсыңдар ғой. Айт. Папасы сабақ видео түсіріп жатады ғой. Мен басқа комнатаға кетемін да. Келеді камераны штативте кольцода тұрды. Камераға қарайды. Әкесі алып келші. Әкесі сөйлеп отырды, сабақ сөйлеп отырды, бұз жүреді, сабақ сөйлеп отырды, бұз жүреді. Прям жақсы көреді камера.
Біз влог бастадық қой. Алдыңғы күнде видео түсіретін қой влог. Соны қайтадан бастадық. Классно. Кеше түсірдім, бүгін 12-де загрузила. Бүгін ғана түсіремін, и ертең 12-де загрузила. Күнде. Что, ссылку мне скинешь? Это андай. Бұрын прям бір жылдай үзбей түсіріп жүрдім ғой. Bir жылда емес, бірнеше ай көрсін. Я мен соны қарайтын. НК Лайф покатары. Мне интересно. Потом уже перестала и опять начала күнделікті все өзімді сөйлетіп все никак. Айтпа. Еріншек болып жүре береміз, әйтпесе өзімізді сөйлетіп түсірмесек. Е, балам, уже балам жүріп кетті. Bir жыл болды біз түсірмегенімізге. Туылған кезде түсіргенмін. Скоро туған күні 23 май. Туылған күн. Жігіт болды бұл. Біз Құралаймен, Бала-шағамен, Омар жатыр. Мына Аяру, менің қызым. Міне супер келіншек. Құралай несінде отыр, инстаграмында. Реклама жасалған. У меня ямочка появилась, смотри. Иә, күшті. Асып кеткен ғой. Бүгін біз екеуміз де шаршадық. А біз дальше екінші направление. Ты мне сейчас это смотрите, пожалуйста. Хорошо есть. Что, пойдет? Да, пойдем. Полкило, да? Един жанында магазиннен картошка, петрушка, красканы сатып алу керек как-нибудь. Аптекадан маска алдым. Біздің үйдің жанындағы аптекадан маска арзан екен, даже жууға түтеуге болады деді 260 теңгеден. Оған дейін подружкам алып келіп берді 800 теңгеге. Но екеуі екі түрлі вообще совершенно. Но біз жақта арзан екен. Көрсетемеге барғаннан кейін қандай маска екен. 260 теңгелікті даже өзім дұрыстап қараған жоқпын пакетте. Сразу алдым оны кәсіпкерлерден. Аптекадағы қарай тұрды, екеуі екен да фармацевт. Мен сразу алдым. Подружкам екеуміз жүргенде алған заттар. Андай тюрбан алдым. Подружкам топ сатады өзі. Бірақ мен ол кезде видеоға түсірген жоқпын, к сожалению. Андай тюрбан алдым. Ішінен орамал киіп сыртынан тағатын. Мынандай сырға алдым. Шетіне сондай. Мынандай цвет бұлыны алдым. Мынандай цвет. Ұйықтап қалыппыз, ұйықтан жаңа тұрдық. Омар құрт жеп отыр. Тығылып. Ей, Омар! Жаңағы маска, мінекей, 260 теңгелік маска. Тоже матадан жасалған, резинкамен. 2 қабатталып жасалған матасы байынан. Ал мынау 800 теңгелік. Тоже матамен жасалған. 2 қабатталмаған, бұл 1 қабат. Асты осындай марлы. Қалай ойлайсыздар, қайсысы стоит алуға, қайсысы не стоит алуға? Енді екеуінде алып қойдық қой. Макарсы вообще арзан е. 260 теңге. Матадан жасалған еще. Бірінші рет көрдім осындай арзан масканы. Ну, то есть одноразовый емес та, жуып киеретін. Одноразовый арзан ғой енді. Қазір бізде ауызашар уақыт. Мен шай дайындап жатырмын, тамақ дайындап жатырмын. Қазір уже ауыз ашты Нұрекең. Сол. Қазір тамақтанамыз, кешкі ас ішеміз. Егер тамақтанып қалмасаңыздар, башыңыз ас болсын. Тағы да адамдар қыдырып жүр ғой. Қанша адам. Прогулкада жүр бәрі. Ауа райы керемет, просто суперский. Салат, помидор, пияз. Все, тұзбен. Чай сүтпен. Алдында покупкада көрсететін ғой кешегі. Чипсы нори. Мен біреуін қосып саған, екінші ашып отырмын. Қаныздар. Күшті прям. Енді кейбіреулерге ұнайды, кейбіреулерге ұнамайтын ау. Морская капуста ғой. Мен прям қатты жақсы көремін осыны. Мен осыны прям қатты жақсы көремін. Маған өте қатты.
және бұл өте пайдалы. Интернетте қарап көрсеңіздер болады. Ұнайды ма саған, балам? Омар саған ұнай ма? Мына жігіт әлі жүрма ойнап, ұйықтамайсың ба, балам? Душтан шықтым, қолымды қараңыздаршы. Күчі. Ұйықтамайсың ба сен, ей? Балапан? Ұйықтатайын сені. Ей, какайсына, Күчі. Омар бесікке бөледім, Омар бесікте ұйықтап жатыр. Мен душтан шығып намазнигімді киіп алдым. Мен тырнағым ужасно тез өседі. Бірақ 2 күн болған алғаныма. Сонда да капец уж өсіп. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Менің инста парақшамда атаулы байқауым жүріп жатыр. Соның тікелей эфирін жаңа аяқтап бітірдік. Жолдасым екеуміз. Жақта компьютерді сол үшін қосып қалдырдым. Вон там. Енді шай ішіп отырмыз. Бұйыртса 1-2 сағаттан кейін Нұрекең сәрлік ішеді. Ал мен 2 күннен кейін бастаймын. Сол баяқша. Несі қосылып кетті ғой. Маған мына өнімдерді рекламаға алып келіпті. Мен оған қатты қуаныштымын. Себебі бұны Нұрекең өзі қолданып көрген. Мен де қолдандым, әже де қолданды. Мына бізде тмин барлығы. Маса тмин. Мен кокос майын қолданып көрген жоқпын, шынын айтайын. Тек қана тминдерді ғана қолданып көрдік. Тминнің жеңіл түрін мен ішіп көрдім. Өйткені менде давление низкий, ауырлау түрін Нұрекең өзі ішті, кәдімгідей емін көрсетіп көмектесті. Сондықтан осы фирманың маған инстаграмға, рекламаға осындай әкеп берген үшін кәдімгідей қуаныштымын. Қараңыздар, неше түрлі бар. Кейін ертең тағы да көрсетіп жаңа өтіп бара жатып көріп қалдым да, сонымен сіздерге көрсетіп қояйын деген ғой. Осылай бір коробка зат болып келді. Вот, биохаят. Күшті. Ура! Түнгі асқа шай сүтпен, жұмыртқа, шұжық, помидор. Менде 1 штук жұмыртқа, дәл солай тек қана 1 штук жұмыртқа. И вот, көп күшті налды. Түннің бір уақытында шай ішінде жатырмыз, Омар ұйықтап жатыр. Қайсы? Алхамдулилля. Алматының терісінен Алматыға қарап отырып тамақтанған керемет екен ғой. Сіз бүгін вообще калайфқа түспедіңіз ғой, сосын сіз түсіріп жатырмын. Вкусно? Күшті. Сіздің әйеліңіз қалай дайындайды тамақты? Супер. Барлығыңызға қайырлы түн, Аллах тыныштығын берсін. Все, біз ұйықтауға кеттік. Таңертең істеу керек жұмыс көп. Ал қайырлы түн баршаңызға. Барлығыңызды жақсы көремін. Кстати, сіздерді қалай атағанымды қалайсыздар? Сіздерді бір күшті атау қойғым келеді өзімнің оқырмандарыма. Қандай деп, кім деп, қалай деп атағанымды қалайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Ал енді точно қайырлы түн.